Бүгінгі видеода өте оңай жасалатын, дәмді және адам ағзасына қажетті дәрумендерге өте бай балық уылдырығынан оладьи жасап үйренеміз. Ең бірінші уылдырыққа қосатын пиязды турап маринадтап қоямыз. Маринадталған пияз тамаққа өте жақсы хош иіс пен жақсы дәм береді. Туралған пиязға қара бұрыш пен тұз себеміз де оны қолымызбен сыққылап біраз уақытқа жауып қоямыз. 5-10 минут уақыт жеткілікті болады. Енді уылдырықтың өзін дайындауға көшейік. Уылдырықтың сыртындағы үлбірін алып тастау үшін арнайы ешқандай аспап керек емес. Өзіміздің қол астымыздағы кепсерді пайдалансаңыз болады. Кепсерге уылдырықты елеп, сыртқы үлбірін алып тастай аласыз. Үлбірінен ажыратылған уылдырыққа жұмыртқа, маринадталған пияз, аскөк, қызанақ пастасын, ұн, қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз қосамыз да әбден жақсы етіп араластырамыз. Араластырғанда қасықтан гөрі негізі шанышқымен араластырған жақсы. Осылай құрамы бірнеше қоспалардан тұратын тамақ әзірлегенде, енді көбінесе ол фарштан болады. Міндетті түрде араластырып болғаннан кейін қоспаңызды бір 20 минут, 30 минут уақытқа қақпағын жауып қойған дұрыс болады. Сол кезде оның қоспалары бір-біріне араласып, тамағыңыз бұдан да бетер нәрленіп, ерекшелене түседі. Уылдырық дайын болғанша табаға май құйып қыздырып қойдым. Енді уылдырықты қурап етсек болады. Кішкентай ложамен немесе ас қасықпен өзіңізге ұнайтын көлемде, ұнайтын пішінде құймақ сияқты етіп құйып, уылдырықтың екі жағын қыздырып қуырып аласыз. Міне, адам ағзасына керекті дәрумендер мен минералдарға өте бай сазан уылдырығынан жасалған дәмді асымыз дайын болды. Сазан балығының уылдырығы ағзаға керекті бірнеше түрлі дәрумендерге, А, Д, Е дәрумендеріне, Б тобының бірнеше түрлі дәрумендеріне, пайдалы майларға, фосфор, темір минералдарына, тағы басқа минералдарға өте бай екен. Дәрумендерді аптекадан алмай, өзіміздің өзен балығының уылдырығынан неге алмасқа? Егер қуырғанды жей алмайтын болсаңыз, немесе асқазанға зиян десеңіз, онда уылдырықты темір қалбырға немесе табаға салып, пештің ішіне запеканка түрінде пісіруге де болады. Видеода айтылған ақпараттар пайдаңызға жарап жатса, өте қуаныштымын. Ұнап жатса лайк басыңыз. Арнаға тіркеліңіз. Менің видеоларымды көріп жүрген адамдардың 90%-ға жуығы арнаға тіркелмеген екен. Арнаға тіркеліп, өзіңізге пайдалы, асханада көмекші видеоларды қарап, қолжетімді өнімдерден дәмді ас пісірудің құпияларын біле жүріңіздер.